Құрметті оқырмандар, бүгін біз Нұх пайғамбарға байланысты қиссаларды бастаймыз. Бұл қисса өте қызықты, себебі қиссада Нұх пайғамбардың топан су кезінде кеме жасауы, аман қалуы, сол кемедегі жануарларға байланысты әртүрлі ғибратты әңгімелер баяндалады. Атап айтсақ, ит пен мысықтың алауыздығы, қарлығаштың құйрығы неге айыр болды және басқа да қызықты тақырыптар болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Нұх пайғамбар Нұх алейхиуассаламның негізгі есімі Яшкар еді. Көп жылағандығы үшін Нұх атанды. Нұх деген жылауық мағынасында еді. Нұх пайғамбардың жылауының 3 себебі болды. Бірінші себебі, бір күні Нұх пайғамбардың жанынан жарақаты бар бір сасық ит өтеді. Нұх пайғамбар итке қарап, «Әй қабахат» дейді. Сонда ит тілге келіп, «Сен менің түріме қарап айттың ба, әлде жаратушымды айттың ба? Сен мені қайта жарата алмассың. Сені адам етіп, мен ит етіп жарату Алланың ғана қолынан келер» дейді. Нұх пайғамбар бұл сөздің қате айтылғандығын біліп, қатты қапаланып жылайды. Екінші себебі, топан суынан соң Нұх пайғамбар сахараға шыққанда Іблісті көреді. «Ібліс, сен маған жақсылық жасадың» дейді. Сонда Нұх пайғамбар, «Әй малғұн, сен риза боларлықта еш нәрсе істеген жоқ едім. Неменеге риза болдың» дейді. Ібліс, «Мен сенің үмбетің үшін қатты қайғырып, жаһаннамдық болса ыждағаттық етіп жүрер едім. Сен үмбетіңе қарғыс дұғасын айттың. Олар тәубесіз, имансыз қалып, тамұқтық болды. Мен осылайша мәшақаттан құтылдым» дейді. Нұх пайғамбар Іблістің сөзін естігеннен кейін, «Сабыр қылсам, шайтан сүйсінбеген болар еді» деп 40 жыл тағы да жылайды. Үшінші себебі, топан су кезінде Нұх пайғамбар Хақ тағаладан ұлы Канғанның аман есен қалуын тілеп, «Я Раббым, ұлым Канғанның қателігін кеш, оны сақта» дегеніне Алла тағаланың шапағаты тимейді. Ұлы опат болып, Нұх пайғамбар тағы да жылайды. Нұх пайғамбардың пайғамбар болуының 2 себебі болды. Ыдрис алейхиссаламнан кейін ұзақ уақыттан соң дін ұмытылды. Шариғаты ешкім ұстамай, жер жүзі азғындыққа толды. Адам алейхиссаламның Қабыл балаларынан қыз алысып, қыз беріспеңіз деген өсиетінен кейін Шиш пайғамбар балалары сахарада, Қабыл балалары шаһарларда тұратын еді. Ібліс лағнет бір күні Қабыл балалардың біріне жалданып қызметке тұрды. Ібліс ойын ұйымдастырып, оның даусын қожайыны естиді. Бұрын соңды мұндай дауысты естімеген олар ойын көруге шықты. Ібліс осы ойынды жылына 1 мәрте жасап тұруға уәде алды. Екінші жылғы осындай бір ойында барша еркек пен әйелдер жиналып, үлкен мейрамға ұласты. Шиш балалары да бұл мейрамды естіп көруге келді. Ерлер мен әйелдер жиналған бұл мерекеде Қабыл балалары өте керемет еді. Сол себептен Шиш балалары олармен етене араласып кетті де өсиет ұмытылып қалды. Сондықтан олар мұсылманшылықты ұмытып пұтқа табына бастады. Адам алейхиссалам опат болған соң, кәпірлер Шиш пайғамбарға зиярат салдырмады. Оларға шайтан, «Мен сіздерге адам суретін жасап берейін. Бабаңыздың түсі жасалған сол суретті құрметсеңіз, сауабын аларсыз» дейді. Шиш балалары мұны мақұл көрді. Ібліс оларға 5 пұт жасады. Біріншісі Уат, екіншісі Суақ, үшіншісі Оғuz, төртіншісі Яғуқ, бесіншісі Насыр суреттер еді. Шиш пайғамбардың балалары осы пұттарға ғибадат қыла бастады. Хақ тағала осы қауымға осыдан кейін Нұх пайғамбарды пайғамбар етіп жіберді. Пұтқа табынудан тыйып, ақырында топан сумен әлек қылды. Хақ тағала Нұх алейхиссаламды барша жер жүзі халықтарына пайғамбар қылды. Нұх пайғамбар Аллаға мінәжат етіп, «Жер жүзі сондай кең, мен неге олардың бәрін аңдып жүруім керек» деп ойланады. Хақ тағаладан осы кезде әмір келеді. «Сен менен естігеніңді жаса» дейді. Сондықтан Нұх алейхиссалам Хақ тағаланың әмірі бойынша қауымды иманға үндеуге кіріседі. «Әй менің қауымым, мені Хақ тағала сіздерге пайғамбар қылды. Алла біреу деңіз, пұтқа табынбаңыз, пұтқа табыну кәпірлік» дейді. Оның сөзін естігеннен кейін қауымның азғындығы керісінше арта түсті. Бұл жағдай Нұх пайғамбарды қатты қапаландырды. Нұх пайғамбар әр күні Хақ тағала әмірімен, «Әй қауымым, Алла тағаланың барлығына, оның елшісі пайғамбарға сенеміз» деп
лә илаха иллаллах айтып пұтқа табынбаңыз дейді. Бұл насихатқа көнбеген қалың қауым Нұх пайғамбарға тас лақтырып, оны өлдіге санап кетіп қалған еді. Осы кезде Жәбірейіл алейхиссалам Нұх пайғамбарды тастың ішінен шығарысып, балаларымен бірге Нұх пайғамбарды үйіне алып келеді. Таң атқанша Хақ тағала саулық беріп, аман есен етеді. Нұх пайғамбар қауымын 900 жыл бойы иманға үндеген еді. Бірақ насихатына балаларының өзі сенбей, мұның сөзіне біз де сенбейміз, ол диуана деп тамұқтық болды. Бір күні Нұх пайғамбар қауымның үлкендерінің арасынан Қасы есімді қарт Жарут деген ұлын ертіп келіп, Нұх пайғамбардың мүбәрәк жүзіне түкіреді. Сонан соң ұлы Жарутқа: бұл диуана біздің ата-бабамыздың дінін ұмыттырмақ. Мен не істесем, сен де соны істеп, қолынан келсе мұны қина дейді. Жарут малғын Қасым малғынның таяғын алып, Нұх пайғамбарды қинап, басынан соққанда, Нұхтың басы жарылып, басынан қан ағып, сақалын бояйды. Сонда Нұх пайғамбар ентігіп, Хақ тағалаға зар қылады: әй Раббым, құлдарыңның маған істеген қылығын көріп тұрсың, бұларға хидаят бер, ал маған сабыр бер дейді. Хақ тағала пайғамбар дұғасын қабыл етіп: енді маған залымдар хақында сөз айтпа, олардың барлығы суға ғарақ болушылар, менің жәрдеміммен бір кеме жаса деген хабар келеді. Сонан соң Нұх пайғамбар: кеме деген не нәрсе екен, оны қалай жасар екенмін деп қинала бастайды. Осы кезде Жәбірейіл алейхиссалам жұмақтан саж ағаштарын келтіріп, Нұх пайғамбарға: осы ағаштарды жерге отырғыз дейді. Нұх ағаштарды жерге отырғызып, өсіп шығуын күтеді. Ағашты үнді жерінде бар, түсі қара, өте биік ағаш еді. Нұх алейхиссалам отырғызған ағаш 40 жыл өседі. 40 жылдан соң Жәбірейіл алейхиссалам Нұхқа ол ағаштарды кесіп, кеме жасауын үйретеді. Шамаил Фатут Ахмади кітабында айтылған: Нұх алейхиссалам саж ағаштары өскен заманда халқын иманға насихаттамады. 40 жыл бойы жерден өсімдік шықпай, көктен жаңбыр тамбай, қатындар құрсақ көтермей қойды. Нұх алейхиссаламның кеме жасап жатқанын көріп, халқы: не жасап жатырсың деп сұрайды. Сонда Нұх пайғамбар: кеме жасап жатырмын дегенде, олар Нұхты мазақ етіп: диуана, сен одан да есек сатып алып, соған ыңыршақ жаса деп күліскен еді. Нұх пайғамбар оларға: сен бүгін маған күлерсің, топан суы келгенде мен саған күлерім дейді. Халқы тағы да: көктен жаңбыр жаумай жатса, қайдағы топан су, бәлкім жаңбырдың қайда кеткен сен білерсің деп күліседі. Нұх пайғамбар мінәжат етіп: илахи, топан су қашан келеді деп сұрайды. Осы кезде Хақ тағаладан хабар келеді: үйіңдегі пешіңнің ішінен су шыққан күні топан су келер. Нұх пайғамбар ұлдарымен бірге кеме жасайды. Бір риуаятта Нұх пайғамбардың 2 ұлы бар десе, бір риуаятта 3 ұлы бар делінеді. Канған есімді ұлы Нұх алейхиссаламға қарсы шыққан еді. Оның анасы кәпір болатын. Кеме жасалып бітпеген еді. Бір риуаятта кеменің ұзындығы 300 аршын, биіктігі 200 аршын дейді. Ал Кағбал Ағбардың айтуында кеменің ұзындығы 1200 аршын, биіктігі 600 аршын делінген. Кемеге 24 000 темір қазық қаққан. Олардың әрбіріне пайғамбарлар есімі жазылған. Мұхаммед пайғамбар есімі жазылған қазықты Ібліс малғын ұрлайды. Нұх алейхиссалам Іблістің алғанын біліп, сен алдың қайтар десе, Ібліс ан су ішіп мойындамай қояды. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам келіп: әй малғын, тез қайтар дейді. Ібліс қазықта келіп береді. Сөйтіп кеме жасалынып бітеді. Бір күні Нұх пайғамбардың әйелі пешке нан пісіріп отыр еді. Пеш ішінен атылып су шығады. Ол Нұх пайғамбарға келіп хабар береді. Сол сәтте Нұх пайғамбар иман келтірген адамдарын жиып, ішер суы мен тамағын кемеге енгізеді. Иман келтірушілер Нұх пайғамбардың туыстары мен санағанда 80 кісі ғана еді. Хақ тағаладан әмір жетті: кемеңе барша жануарлардан, құстардан, 4 аяқты хайуаннан сыңарларымен кіргіз, нәсілдері құрып кетпесін дейді. Нұх пайғамбар: я Раббым, ол жануарлар арасында бір-бірімен дұшпандары да бар, олар кеме ішінде төбелеспей тұра алмас дейді. Сонда Алла: оларды бірін-бірі не дұшпан еткен кім деп сұрайды. Нұх пайғамбар: сен деп жауап береді. Алла тағала: олай болса
дұшпан қылдыратын да дос ететін де мен дейді. Кеме 3 қабаттан тұратын. 3-ші қабатына қанатты құстар кіреді. Ортаңғы қабатына Нұх алейхиссаламның қауымы кіріп, астыңғы қабатқа 4 аяқты жануарлар енеді. Арыстан кемеге кірген кезде Алла тағала оған безгек ауруын беріп, еш хайуанға зиян келтіре алмайтын халге түсіреді. Жыланның Хақ тағала тісін түсіріп, уынан айырады. Шаянның құйрағын түсіріп, зарар қылмас қылады. Нұх алейхиссаламның 2 ұлы кемеге кіреді де Канған кірмей қояды. Нұх алейхиссалам: «Әй ұлым, дін исламды қабыл етіп кемеге кір» дегенде Канған: «Тау басына шығармын, топан суы жетпес» дейді. Сонда Нұх алейхиссалам: «Алла рақым қылмаған кісіні пәлекеттен сақтау жоқ» дейді. Сол кезде Нұх алейхиссалам мен Канған арасына толқын еніп, Канған әп-сәтте жоқ болады. Есектің кемеге кірмей тұрғанын көріп, Нұх пайғамбар ашуланып, «Кір малғұн» дегенде есек кіреді. Есектің құйрығынан Ібліс малғұн тартып кіргізбей тұрған еді. Ібліс осы кезде қоса кіреді. Нұх пайғамбар кемені қарап жүріп, бір пұшпақтан Іблісті байқап қалып: «Әй малғұн, саған кім рұқсат етті? Шық» дегенде Хақ тағала әмір етіп: «Тұрсын, шығарма. Оған мен қияметке дейін ғұмыр бергенін, бірақ барар орны оның тамұқта» дейді. Ібліс сол кезде: «Мен сенің рұқсатыңмен кірдім, сен есекке кір малғұн дедің. Малғұн деген мен ғой, есек емес» дейді. Нұх пайғамбар Алла тағала әмірімен Іблісті кемеден қумады. Бір риуаяттарда кемеге кіргенде Нұх алейхиссалам Алла әмірімен табыт жасап, сол табытқа Адам алейхиссаламның денесін салды делінген. Кеменің үстіңгі қабатына әкеліп қойып, табытының бір жағына ерлерді, бір жағына әйелдерді тұрғызды. Нұх алейхиссалам кемеде жүргенде Ібліске: «Не себепті өзіңді дүниеге жария қылып, халықты бүтіндей аздырып, мардұт қылдың?» дегенде Ібліс айтты: «Менің мардұттығымның, яғни дін исламға қарсы болуымның бір ғана себебі бар. Егер менің тілегімді Алла тағала қабыл етсе» дейді. Нұх пайғамбар Алла тағаладан Іблістің тәубесінің қабыл болуын тілейді. Хақ тағаладан кітап келді: «Тәубесін қабыл етейін, бірақ ол шартында тұрып, Адам алейхиссаламның табытына сәжде етсін» дейді. Ібліс сонда: «Мен адамның тірі кезінде сәжде қылмағанмын, енді өлі кезінде несіне сәжде етемін» дейді. Нұх пайғамбар Іблістің тәубесі таусылған екен деп ойлайды. Мәлік Синан айтады: Нұх пайғамбар жылан мен шаянды кемеге кіргізгісі келмеді. Жылан мен шаян уәде беріп: «Бізді кіргіз, кімде-кім бізден қорықса, аят оқысын, біз зиян келтірмеспіз» дейді. Мұнан соң Нұх пайғамбар оларды кемеге енгізді. Су кемеге жеткен кезде кеме жүрмей қалады. Жәбірейіл алейхиссалам Нұх пайғамбарға айтады: «Кеменің 4 пұшпағына 4 есім жаз» дейді. Нұх алейхиссалам: «Әй Жәбірейіл, бұл кімдердің есімі?» деп сұрағанда, Жәбірейіл алейхиссалам: «Бұл 4 ғани Мұхаммед пайғамбардың 4 жолдасына бағышталады. Осы 4-еуінің есебінен ислам діні қуат табар. Олар Әбу Бәкір, Хазіреті Ғұмар, Хазіреті Осман, Хазіреті Ғали есімі» дейді. Нұх пайғамбар Ережеп айының 10 күні кемеге кірді. 6 ай су үстінде жүріп, Мұхаррамның 10 күні кемеден шықты. Кемеде жүргенде Нұх пайғамбар ораза ұстады. Сол себепті Ережептің 10-нан Мұхаррамның 10-на дейін ораза ұстау міндет болып қалды. Жаңбыр 40 күн, 40 түн жауды. Жерден атылып сулар шықты. Көктен жауған жаңбырдың тамшысы диірменнің тасында еді. Аят мағынасында: көк қуатты, жаңбыр есікті ашып, жер бұлақтары тағы да көбейіп, көк жүзіне су толды. Кәпір болғандар жазаланды. Көк пен жердің жаңбыры қосылып, тау басынан 40 аршын су асып, толқындар тау іспетті болды. Кеме Хақ тағала жәрдемімен жүрді. Мұса алейхиссалам қиссасынан: кемеде 2 нәрсе жоқ еді. Бірі доңыз, бірі тышқан. Ағаштар арасында ұсақ тышқандар пайда болып, кемені кеміріп тесті. Сол сәт кемеге су кіре бастады. Кемедегі халық мұны көріп, қорқып, су кірген тесікті іздесе де таба алмады. Сонда пайғамбар: қайсы жануар бұл тесікті тауып бітесе, тілеген тілегін беремін дейді. Сол сәтте жылан: ол тесікті мен табармын дейді. Нұх пайғамбар: тілегің не деп сұрайды. Жылан: маған дәмді ет керек дейді. Нұх бұл тілекті қабыл етті.
Жылан суға кіріп, тесікті тауып, құйрығын тесікке тығып иіріліп жатты. Сол сәт судың кіруі де тоқтады. Кемеге кірген суды төгіп, тышқан тескен тесікті балауызбен бекітті. Топан су біткеннен кейін жылан: «Мен уәдемді күтудемін» дейді. Нұх пайғамбар шыбынға: «Бар, мақұлықтардың етінің дәмін татып көр. Қайсы хайуанның еті дәмді болса, соны жыланға ырыздық болсын деп дұға етемін» дейді. Шыбын жер жүзінде жүріп, барша нәрсенің етін татып көреді. Кешігіп жатқан соң жылан ентіге бастайды. Нұх пайғамбар қарлығашты жұмсап: «Бар, шыбынды тауып келтір» дейді. Қарлығаш шыбынды тауып: «Неге кешігіп жатырсың?» дейді. Сонда шыбын: «Дүние шіркін еркін екен, сондықтан кешіктім» дейді. Қарлығаш оған: «Иә, қандай мақұлықтың еті енді дәмді екен?» деп сұрайды. Сонда шыбын: «Адам етінен тәтті ет жоқ» дейді. Алланың азанымен қарлығаш есіне адамның түрлі қасиеті түсіп, айла қылып, ол еттің дәмі тілінде әлі сақталған болар, мен де татып көрейін деп шыбынның тілін жұлып алады. Сөйтіп, шыбынмен қуысып, қарлығаш Нұх пайғамбарға келеді. Шыбын быз-быз етіп қатты ызылдайды. Нұх пайғамбар ештеңе аңғармай қарлығаштан: «Мынау нағып сөйлей алмай қалған?» деп сұрайды. Сонда қарлығаш бұл кешігіп қалғандығы себепті ұялып сөйлей алмай тұр деп жауап береді. Әйтпесе бағана бақа етінен тәтті, ләззатты ет жоқ деп айтқан дейді. Нұх пайғамбар мұнан соң бақа етін жыланға ырыздық етіп тағайындайды. Жыланның мақсаты адам еті еді, және адам етінен басқа ләззатты еттің жоқ екенін білуші еді. Қарлығаштың жасаған айласын біліп, жылан қарлығашқа тура ұмтылады. Сол кезде қарлығаштың құйрығы тура келіп, құйрығының ортасы үзіліп қалды. Сол үшін қарлығаш айыр құйрық болып қалады. Осы оқиғаға байланысты тағы бір риуаятта Нұх пайғамбар кемедегі мақұлықтарға: «Ешбіріңіз жұптарыңызбен қауышпаңыз, көбейіп кетсеңіз кемеге симассыз» деп әмір етті. Бұл әмірді ит ұстамай, бір күні ұрғашы итпен қауышады. Мұны мысық көріп, Нұх пайғамбарға айтып барады. Нұх пайғамбар итті шақырып алып күнәлап еді, ит сөзінен танып: «Қауышпадым» дейді. Мысық куәсінің жоқтығынан ұялып, өтірік айтқандай болып қалады. Мысық тағы бірде иттің ұрғашысымен 3 мәрте қауышып, 4-ші мәртебесін көргенде Құдайға зарлық қылады: «Я Раббым, ит менің сөзімді жалғанға шығарып, пайғамбар алдында қатты ұялтты. Иттің қауышуын кешіктіріп куә қыл» дейді. Мысық Нұх пайғамбарға келіп: «Ит 4-ші мәрте қауышпақ, өзің барып көр» дейді. Нұх пайғамбар барып қараса, ит қауышқан екен. Нұх пайғамбар итті қатты күнәлағанда, ит қатты ұялып: «Я Раббым, бұл мысық мені рәсуа етті, оны да рәсуа ет» деп қарғайды. Иттің дұғасы қабыл болады. Сондықтан ит те, мысық та қияметте қарғыс дұғаларымен әлек болады. Кемеде тышқан көбейеді. Әр жерді бір кеміріп, халықты ренжіте бастайды. Нұх пайғамбар Хақ тағалаға жалбарынады. Сол кезде арыстанның басын сипа деп хабар алады. Нұх пайғамбар арыстанның басын сипағанда, ол түшкіріп, танауынан 2 мысық түседі. Кемедегі қаптаған тышқанды сол 2 мысық жояды. Кемеде мақұлық көп болғандықтан нашар, нәжіс иістері өте көбейіп кетеді. Нұх пайғамбар мінәжат қылады. Хақ тағаладан хабар келеді: «Пілдің арқасын сипа» дейді. Нұх пайғамбар пілдің арқасын сипайды. 2 доңыз пілден шығып, барлық нәжісті асап жеп бітіреді. Кеме халқы риза болады. Нұх пайғамбар су үстінде 6 ай жүреді. Хақ тағала әмірімен жерге су сіңдіріп, көктен жаңбырды тыйдырады. Сонан соң жаңбыр жаумай, жер сулары жұтып, тау төбесі көрінеді. Тау басының әр қайсысы: «Нұх пайғамбар, маған тоқтар, мен лайықпын» дейді. Ал Жида тауы: «Кеме тоқтау шарапаты маған лайық емес» деп кішілік қылады. Сондықтан Нұх пайғамбар кемесі Алла жәрдемімен Жида тауына келіп тоқтайды. Мұнан соң Нұх алейхиссалам жер жүзінің кесепетін көріп хабар әкел деп қарғаны жібереді. Қарға Нұх пайғамбар бұйрығын ұмытып, бір өлексені көріп, соған алданып ұзақ қайналады. Қарға келмегеннен соң Нұх пайғамбар қарғаға: «Ылайым, адамдар көзіне сүйкімсіз көрініп, ырыздығың өлексе болсын» деп дұға қылып, көгершінді жұмсайды. Көгершін келіп сулар сіңген жерге қонады. Аяғы құрғап үлгермеген қызыл балшыққа батады.
аузына бір зәйтүн жапырағын алып Нұх алейхиссаламға жер жүзінің хабарын жеткізеді. Нұх алейхиссалам көгершінге қайырлы дұға қылып, ылайым тыныш бол, адамдар көзіне сүйкімді көрін дейді. Сондықтан да көгершіннің нұры артып, аяқтары қып-қызыл түкті болады. Кемеден шыққан күні Ашура айы еді. Кемедегі адамдар қараңғыдан жарыққа шыққанда көздері шағылысып, көздеріне сүрме тартты. Сол себепті Ашура күні көзге сүрме тарту дәстүрге айналды. Мұнан соң ауа өзгеріске ұшырап, Нұх пайғамбар халқына оба ауруы пайда болады. Бұл жұқпалы аурудан Нұх алейхиссаламның 3 ұлы, 3 келіні және өзі ғана қалды да басқалары опат болды. Сонан соң Нұх алейхиссалам жер жүзін балаларына бөліп береді. Шам шаһарын, Араб сахараларын, Парсы жұрттарын баласы Самға береді. Үндістанды Хава жұртын Хамға береді. Чин, Қытай, Мәшин, Түркістанды Яписке береді. Тархан Япас нәсілінен болады. Араб, Рим, Парсылар арасындағы халық Сам нәсілінен, барша қара халық Үндістан маңайындағы Хабаш нәсілінен. Хам нәсілінің қара болуының себебі бар. Хақ тағала Нұх пайғамбарға жүзім ағашын отырғыз деп әмір етеді. Нұх пайғамбар отырғызған жүзім ағашы Алланың әмірімен сол сағат жапырақтанып жеміс береді. Шөлдеп отырған Нұх пайғамбар жүзім суын ішіп алады. Сол сәтте рахаттанып ұйқыға кетеді. Жел соғып, Нұх алейхиссаламның етегі ашылып, тәні көрініп қалады. Нұх пайғамбардың Хам есімді баласы мұны көріп күледі. Әкесінің етегін жаппайды. Сан есімді ұлы Нұхтың етегін жауып Хамға қатты ашуланып жатқанда Нұх алейхиссалам ұйқыдан оянады. Халінің не болғанын біліп, Хам балалары Сам мен Япас балаларына қызметкер болып, жүздері қара болсын деп қарғыс дұғасын айтады. Дұға дереу қабыл болады. Сондықтан түрлері қара құлдардың бәрі де Хам нәсілінен деген риуаят бар. Енді бір риуаятта Хақ тағала пенденің әр күнәсін ақыретте кешірмес. Ата-ананың баласына берген қарғыс дұғасын ақырет күні келтірер. Ата-ана кейіннен тәубаге келіп, қарғыс дұғасынан бас тартса да, бәрібір айтылған сөз кешірілмейді дейді. Нұх пайғамбар қатты назаланып, баласын қарғаған сол күнге ғұмыр бойы өкініп, өле-өлгенше қайғырып, «Әй қандасым, қолыңда бар болса сараңдық етпе, асығып бәдұға, қарғыс дұға қылып, шайтанды сүйсіндірме» дейді. Хақ тағала бірде Нұх пайғамбарға балшықтан су сауыт, шөлмек, ыдыс жасауға әмір етті. Бірнешеуін жасаған кезде енді сындыр деп әмір қылды. Алланың әмірі бойынша жасағандарын ұсақтап сындырды. Өзі қатты ыңғайсызданып қайғырды. Сонда Хақ тағала: «Әй Нұх, не үшін қайғырасың?» деп сұрағанда, Нұх пайғамбар: «Я Раббым, өзің әмір етіп жаса дедің, еңбегінің зая кеткеніне қайғырамын» дейді. Хақ тағала: «Менің құдіретіммен жаратып, түрлі нығметімен өсіріп, жеткізген адамдарымды бәдұғаңмен әлек еттің, ал сен балшықтан жасаған ұсақ нәрсең үшін қайғырасың» дейді. Мұны естіген Нұх пайғамбар тағы да қайғыс жерге түседі. Нұх пайғамбар топан суынан соң 350 жыл өмір сүрді дейді. Баласы Самның ғұмыры 448 жыл болады. Нұх пайғамбар қайтыс болар шағында Самға 4 өсиет айтты. «Әй ұлым, саған 2 нәрсе бұйырамын. Бірі, Ла иляха иллаллах калимасын ықылас ілтифатпен зікір ет. Бұл кәлима 7 қат көктен өтіп, Хақ тағала ғұзырына барар. Айтуынша жарылқайды. Мизаның, яғни таразының бір жағына 7 қат көкті, 7 қат жерді қойып, екінші жағына Ла иляха иллаллах калимасын қойсаң, кәлима ауыр келер. Жұмаққа кіруге сол себеп болар. Екінші, Сүбханнака Аллаху ва бихамди калимасы. Бұл кәлима халықтың рыздығын арттырады. Және 2 нәрседен тиямын. Тыйым салынатын 2 іс. Бірі тәкаппарлық, екіншісі күпірлік. Бұл 2 іс пенденің жұмақтан жырақ қалып, тамұққа жақын қылар дейді. Және, әй ұлым, мұнан соң Құдайдың досы Мұхаммед пайғамбардың нұрын жақсы сақта. Харамға жақын барма, көркем мінезді, тақуалы, пәкизат әйел ал дейді. Мұнан соң Нұх алейхиссалам Сахараға бір тауға кетеді. Сонда Әзірейл алейхиссалам мұхалләтсіз, яғни рұқсат мағынасында жанын алады. 7 қат көк періштелері Нұх пайғамбар үшін жыласады. Жебрейл алейхиссалам бір топ періштемен бірге мәйітін жуып жаназа намазын қылады.
Нұх пайғамбардың ұлы Таис есімді әйелді алады. Сұлулықта теңдесі жоқ, ол өте көркем әйел еді. Таис құрсақ көтеріп, дүниеге бір ер бала келеді. Мұхаммед пайғамбардың нұры сол балаға көшеді. Есімін Ерфақшат қояды. Ерфақшат жанған шырақ деген мағына береді. Сам шамамен 500 жыл өмір сүргеннен кейін ақыретке көшеді. Ерфақшат Маржана есімді әйелді алады. Пайғамбарымыздың мүбәрак нұры Маржанаға көшіп, дүниеге ер бала келеді. Сәбидің есімін Худ атайды. Худ ғибадат етуші деген мағынада. Келесі тақырып дәл осы Худ пайғамбар жайлы болады. Нұх пайғамбар және онымен бірге болғандар кемеден түскенде, бүкіл адам ұрпағынан тірі қалғандар осылар болады. Жерде тек Нұх пайғамбардың ұрпақтары ғана тіршілік етіп қалады. Сондықтан оны екінші адам немесе адамзаттың екінші атасы деп те атайды. Өйткені барлық адамдардың түбі Нұх пайғамбарға барып тіреледі. Нұх пайғамбардың қиссасынан алынар өнеге ғибраттар. Бірінші, шайтанның мақсаты адам баласын өзімен бірге тозаққа тарту. Ал тозаққа тартудың ең тиімді жолы Аллаға серік қостыру арқылы жүзеге асады. Себебі Аллах тағала ширкті кешірмейді және оны істеген адамға жәннатты харам етеді. Ол туралы Құранда Аллах өзіне біреудің бір нәрсені серік етіп қосқанын кешірмейді, ал одан өзгені серік қосушылықтан басқа күнәні қалағанша кешіреді дейді. Ниса сүресі 48 аят. Кім Аллахқа серік қосса, арасында Аллах оған жәннатты харам етеді, оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші жоқ делінген. Мәида сүресі 72 аят. Сондықтан шайтан оған Аллахтың лағынеті болсын, адамға деген дұшпандығын жалғастырып, оның ұрпақтарын пұтқа табындырып, тозаққа түсіру мақсатында ғасырлар бойы бағдарламасын түзіп реттеп келуде. Сол уақыттан бері ақиқат таухид пен жалғандық ширк арасындағы күрес жалғасып келеді. Шайтан адамдарды ширкке азғырған сайын Аллах тағала халықты тура жолға бастайтын елшілерін жіберіп отырған. Яғни барша пайғамбарлардың жіберілу мақсаты халықты таухидке үндеу болған. Екінші, Нұхтың қауымына жұмсаған күш қайратында дағуатшыларға үшін үлкен өнеге бар. Ол елін күні түні ашық және құпия түрде, жалпы және жеке тәсілде 950 жыл бойы Аллахтың жолына шақырды. Оған санаулы ақ адам иман келтірді. Дағуатшы Аллах жолына шақыруда барлық тәсілдерді қолданып, үлкен күш қайрат жұмсауы керек. Ешқашан қанша айтсам да тыңдамайды деп күдер үзуге болмайды. Себебі дағуатшының міндеті жеткізу ғана, ал тура жолға салу Аллах тағаланың құзыретінде. Үшінші, Аллах тағаланың жазасы келгенде одан бірде-бір кәпір аман қалмайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның егерде Аллах Нұх қауымынан біреуді мейіріміне алғанда, бір сәбидің анасын мейіріміне алар еді. Нұх қауымында дағуат жасап 950 жыл тұрды. Сосын 100 жыл ағаш екті. Сосын өзгесін оларды кесіп кеме жасады. Қауымы өтіп бара жатып, оны әжуалап, құрлықта кеме жасап жатырсың ба дейді. Ол қалай жүзбек дейтін. Әлі көресіңдер деп Нұх пайғамбар жауап қататын. Көшелерге су толғанда бір сәбидің анасы қатты жақсы көретін баласы үшін қорқып, таудың үштен біріне шығады. Су жеткен кезде таудың ең үстіне көтеріледі. Су мойнына жеткен кезде сәбиін қолмен жоғары көтеріп тұрып, екеуі де суға батқан. Егер де Аллах Нұх қауымнан біреуді мейіріміне алғанда, сол сәбидің анасын мейіріміне алар еді деп айтқан Айша анамыз. Алла тағала ол кісіге разы болсын. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.